Сәлем достар, бүгін мен сіздермен бірге тағы да орынбасар Маулида. Бүгін мен сіздермен бірге баялдыдан жасалған рулеттің рецептін ұсынамын. Ол үшін бізге ең алдымен ең керегі баялды. Баялдыны жаман жерлерін алып тастап, ұзын жағынан тураймыз. Осылай тураймыз. Өте жұқа болғаны жөн. Міне мен баялдыларды турап болдым. Енді оны суық суға саламыз. Егер де сіздер суық суға салмасаңыздар, онда баялдының қышқыл дәмі шығып, қарайып кетеді. Және де үстіне 1-2 қасық, 1-2 немесе 3 қасықтап тұз саламыз. 1, 2, 3. Мен 3 қасық тұз саламын және бірнеше уақытта қойып қоямыз. Баялдыларымыз судың ішінде тұрғанша бізге қызанақ керек. Қызанақтарды ұсақ бөлікке тураймыз. Осылай барлық қызанақтарымызды ұсақ бөлікке тураймыз. Мен қызанақпен укропты турап алдым. Енді оны ыдысқа саламыз. Енді екеуін жақсылап араластырамыз. Біздің соусымыз күтіп тұрады. Ал енді біз соусты дайындаймыз. Ол үшін бізге майонез керек. Егер майонез болмаса, 30% қаймақты қоссаңыздар болады. Енді оның үстіне сарымсақты, яғни чеснокты үткіштен өткізіп саламыз. Немесе ұсақтап турап салсаңыздар болады. Мен 2 сарымсақты саламын. Мен баялдының суын төгіп, қыздырып, кептіріп алдым. Енді оны қуыратын боламыз. Мен зәйтүн майымен қуырамын. Зәйтүн майымен қуырсаңыздар тез піседі және әдемі болады. Менің баялдыларым осылай пісті. Екі жағы да қызарғанынша отта ұстайсыз. Енді рулетімізді жасап бастаймыз.
Ең алдымен біз баялдыны алып, оған майонез және сарымсақ қосылған соусты жағамыз. Енді үстіне қызанақ пен укропты саламыз. Енді ораймыз. Міне рулет осындай болып шығады. Егер сіздерде осы сияқты тұрмаса, жасаған рулеттеріңіз ашылып кетсе, ондай болса тіс шұқығыш таяқшамен бекітіп қойсаңыздар болады. Міне, осылай барлық баялдыларды жасап шығамыз. Міне, достар, менің баялдыдан жасалған рулетім дайын болды. Егер рецепт ұнаса, каналға лайк басып, комментарий жазып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған орынбасар Маулида. Кездескенше аман сау болыңыздар.